Өте жұмсақ, нәзік болып шығатын ватрушкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, тұз, қант, жұмыртқа, дрож, қопсытқыш және ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетіне жұмсақ сары майды салып жібереміз, 1 сағатқа ашытып қоямыз. Енді ашыған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да, дәл осылай домалақтап 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Салмасына қаймақ, 2 ас қасық қант және 1 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Дәл осылай кез келген ыдыспен ортасын басып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, теңдей қылып начинкасын салып шығамыз. Малина салып жерсеңіздер болады, или болмаса мен құсап варенье тамыз жерсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Ал жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын сіздермен болған Назерке. Сіздерге рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.